Балбұлақ 6 жастағы балаларды интеллектуалды шығармашылық дамыту студиясында интерактивті тақтаны пайдалана отырып оқуға бейімдеуге болатындығы жөнінде өз тәжірибеммен бөліскім келеді. Жүгіртіп оқыту әдісі. Бұл әдістің мақсаты ойын түрінде балаға көрсете отырып оқу дағдысын қалыптастыру. А дыбысын Т дыбысына қосасың деп оқытқаннан гөрі А дыбысы Т дыбысына қарай жүгіреді деп оқытқан тиімді. Сонда балалар бірден 2 дыбысты қоса отырып оқуға үйренеді. Немесе 3 дыбыс одан да көп дыбыстарды оқып жаттығады. Буындап оқыту әдісі. Бұл әдісте бала ойнап отырып тапсырма орындау арқылы бірден буындарды қосып оқуға үйренеді. Ал Әділ, кәне мына жерде қоса ғой, оқы. Ал, айт отыр. Алма. Алша. Алқа. Өте тамаша, тамаша. Ал, оқып бере ғой. Алма. Алша. Алқа. Өте тамаша. Сөзді тұтас оқытуға үйрету үшін балаларға күнделікті жаттығулар мен тапсырмаларды көбірек пайдаланған жөн. Мен өз тәжірибемде адасқан әріптер ойын арқылы балаға сөзді тұтас оқытуға үйретемін. Нәзият, адасқан әріптер тапсырмасында мына 3 әріптерден қандай сөз құрастыруға болады? Бұл әріптерден гүл сөзін құрастыруға болады. Құрастырып көріңіз. Балалар баспалдақ арқылы оқуда жылдам оқуға жаттығады. Әрі ойын, әрі оқу жылдамдығын арттырады. Балалар, мына балаға баспалдақпен жүріп, буындарды қосып, сөзді оқуға көмектесейік. Балапан. Сонда қандай сөз шықты балалар? Балапан. Өте тамаша. Ал енді мына балапанға баспалдақпен жүріп, буындарды қосып, мынау сөйлемді оқуға көмектесеміз. Оқушы келді. Сонда қандай сөйлем шықты балалар? Оқушы келді. Өте тамаша. Сөйлемдерді, шағын әңгімелерді, ертегілерді оқытқанда кейбір сөздердің орнына суреттерді пайдаланып оқытқан өте тиімді. Балалар қызыға оқып, оқу жылдамдығы артады. Балалар, қызықты сурет тапсырмасында суреттер қою арқылы бізде қандай сөйлемдер шықты? Кәне тексеріп көрейік. Ағашта алма өседі. Келесі сөйлемді оқып көрейік. Сиыр сүт береді. Өте жақсы. Тамаша. Келесі сөйлемді оқиық. Бала доппен ойнады. Ткачеваның көңілді шеңбер әдісі баланың оқу жылдамдығын арттыруға көмегін тигізеді. Мен өз тәжірибемде осы көңілді шеңбер әдісін пайдаланамын. Көктем келді, күн жылынды, қар ери бастады. Жыл құстары ұшып келді. Байлық пен ақыл. Бір шалдың 4 ұлы болыпты. Бір күні ол ұлдарын жинап алып, балаларым, мен болсам қартайдым, сендер ертіңдер. Кімнің ақылы мен байлығы солай болса, сол менің мұрагерім болады.